Сіз мұнда не істеп жатырсыз? Ал сіз неге екеуіңіз? Чуя есеңгіреп қонақ бөлмесіне кіріп бара жатқанда сұрайды. Үйге келгенде ол бір нәрсеге күдіктене бастады. Есік ашылғандықтан бұл тек бір адам, Дазай туралы айтты. Бірақ ол мұнда жалғыз емес, өзімен бірге Накахараның өткенін күтпегені анық. Чуячи, сен қазірдің өзінде келдің. Нағыз Осаму көңілді сөйлеп қызыл шашқа жақындады. Кіші Дазай диванға отыра берді және үлкендерге қарады. Оның үнсіздігі Чуюды қатты күйзелтті. Сіз мұнда не істеп жатырсыз, Скумбрия? Неліктен сіз өткеннен келдіңіз? Мафиози одан ашуланып сұрады. Солай болды, бұл ұзақ әңгіме. Бірақ сіз бізді паналайсыз ба? Сіз ескі досыңызға ғана емес, көмектесесіз. Қазірдің өзінде сыбырлап, Чуйдың бетіне жақындап, 5 миллиметрге тоқтап, одан Дазай сұрады. Қалағаныңды істе, деді Накахара, және бірнеше құтқару қадамына кетті. Содан кейін мен ас үйге бардым, осында отырыңыз деп мен екінші Осаманы тастап, мафиозға бет алдым. Ол не болып жатқанын көп түсінбеді, бірақ өз сөздерін ұстануға шешім қабылдады. 10 минуттан кейін ол скучно болып, жұптың соңынан еруді шешті. Оның қандай тосын сыйы болды, бұл екеуі бір-бірін жалмап, бір-бірін сүйе жаздады. Олардың киімдері мыжылып, өздері ештеңе байқамады. Чуя үстелдің үстінде отырды, ал Шатеннің қолдары мафиоздың киімінің астына ақырын кіріп кетті. Шынымды айтсам, өткеннен Дазай қазірдің өзінде кері бұрылғысы келді, және оны көрмеді. Оның басында оның Чуямен мұны қалай жасайтыны туралы суреттер пайда болды. Ал сен қайда бардың? Мұнда бір рет қосыла аласыз. Сіз Чуячиге қарсы емессіз бе? Ақсақал Осамуға риторикалық сұрақ қойды. Өткеннен сенімсіз Дазай оларға жақындады. Накахара күтуден шаршады, және Мальцты бірінші болып өзіне тартты. Оның ерініне талапшыл поцелуймен қазып алды. Детектив оларға қарап күлді, бірақ оларға ілесуді шешті. Ол зімбірдің мойнына құлады. Дазайдың белгілері бірден оның мойнында гүлдеді. Чуя екі рет еркелетіп кішісінің ерініне батып кетті. Ол тез арада киімнен арыла бастады. Киім элементтері одан бірінен соң бірі жоғалып кетті, бірақ ол жай ғана отырғысы келмеді, және көп ұзамай оның епті тұтқалары екі Дазайдың шап аймағына жетті. Ол дөңес туберкулезді аздап қысып, Шатен реакциясынан ләззат алды. Содан кейін ол еденге тегіс түсіп, олардың алдында тізе бүгіп тұрды, белбеуді шешіп, боксшылармен бірге шалбарды жіберіп, тұрған әтешті босатты. Мұның бәрін ол екінші Осамумен жасады. Әр қолына әтеш алып, бүкіл ұзындығы бойынша жүргізе бастады. Сонымен ойнай бересің бе? Деп сұрады детектив, және зімбірді шашынан алып, оны жыныс мүшесіне жіберді. Том оны аузына жіберуге мәжбүр болды. Және бірден іске кірісіңіз. Осаму Чуйдың ыстық аузынан жүзіп кетті. Ол қандай керемет сору жасады. Тек Басканың жүзі. Кіші әлі күнге дейін қолымен қанағаттанды. Бірақ көп ұзамай Накахара оғанда назар аударды. Енді мафиозиге сору жасай бастады, ал детектив тек тұрды. Олардың тыныш, жасырыныс торсығандарынан ләззат алу. Бұл барлық мақтаулардың ең жақсысы болды. Олар қазірдің өзінде шетте тұрғанын байқап, Чуя тездеп, көп ұзамай оның беті Шатеновтың сусынына түсті. Көзге түскен тамшыны алып тастағаннан кейін, зімбір оның дәмін татып көрді. Тәтті, деді Накахара екеуінің көзіне қарап күліп. Кішісі сәл қызарып кетті, бірақ үлкені сол күлімсіреп жауап берді. Түнгі көбелек сияқты, дейді Шатен. Содан кейін оны сүйіп өзіне тартады. Чуйдың аяғы детективтің беліне оралады, ал өзі оған жабысады. Өткеннен Дазай мафиозды ұстауға көмектесіп, артқы жағынан келеді. Ол мұндай тартымды теріге қарсы тұра алмайды, және оны сүйеді. Әрі қарай терінің әр бұрышын сүйіп, қол тегізбейтін аймақ қалдырмай, қазірдің өзінде дайын. Осаму ақсақал Накахараға кіреді. Ол оны өзінің туған жері ретінде қабылдайды, ақырын құлағына қояды. Содан кейін екеуі де кішіге мәнерлеп қарайды. Кішкентай Стушевавса, жас мафиози баяу енгізеді өз мүшесі. Иә, ол мұндай сезімдерді әлі бастан өткерген жоқ. Өте жақсы, соншалықты ыстық, соншалықты тар, тағы біраз, және сіз дәл осы жерде, және қазір аяқтайсыз.
Бірақ Осаму кем дегенде біраз уақытқа созылуды армандап, импульсін тоқтатады, чуя ішіндегі екі мүшеден от алады. Сондықтан ол толып кетті, ол өзін бірнеше рет сезінбеді. Ал олар қозғала бастағанда, әрқайсысы өз қарқынымен Накахара жай жоғалады. Қатты стор сулар бүкіл пәтерге төгіліп жатыр, және қазір олар көршілеріне мүлдем мән бермейді. Иә, және олар бұған үйреніп қалған сияқты. Детектив Күрт жылдам қозғалады, толығымен шығады. Бірақ әр жолы простата арқылы. Өткеннен дазай жылдамдықпен оған көнетіні анық. Және тек жартысы шығады. Бірақ ол Чевидің денесін қолымен қалай сипайды. Содан кейін оның қолы зімбірдің мүшесіне түсіп, оны 2 рет өткізеді. Содан кейін ол кеудеге көтеріліп, кеудеге ойнайды. Ал егер осы сәтте біріншісі оны сүйсе, иә, Накахара олардың қолында еркелетуден адасады. Чуя өзінде детективті де кірлеп ішіп жейді. Бірақ екі шатен оған қозғалуды жалғастыра отырып демалуға мүмкіндік бермейді. Жақында екінші керемет сезімге бөленді. Дазайлардың қозғалысы айтарлықтай жеделдейді, және олардың да жақын екенін көруге болады. Бір-екі қимылмен және Осаманы өткеннен бірінші болып аяқтайды, зімбірдің денесін тастап, жамбасын ластап үлгереді. Оның артынан Чуя қайтадан бітіріп және Шатеновтың қолын ақсайды. Соңғы болып детектив бітірді. Мұндай турбулентті әрекеттен сәл алыстап, олар жуынатын бөлмеге барады. Олар 4 қолында Накахараны жуып төсекке жатқызды. Өздері оның екі жағына қоныстанды. Таңертең кіші Осаму болмады. Ал Чуя бір шыны кофе ішіп детективтің шытырман оқиғасының бүкіл тарихын білді.